Лагманның тестасы әдемі шығу үшін ең біріншісі ұны. Қазақстанда болсаңыз, данинанды қолданып көрсеңіз болады. Тұзын көп емес, аз ғана салыңыз да сумен жақсылап араластырып алыңыз. Менен лайфхак блендермен тегіс араластырып аламын. Маса қолмен осындай палочкамен бір жағынан су құйып тұрып араластырсаңыз тегіс шығады. Сонда ұнға су тегіс тиеді да бір жері дымқыл, бір жері қатты болып қалмайды, теп-тегіс әдемі болады. Екінші маңызды жері 10 минуттай ұзақ илеу керек. Қанша ұзақ илесеңіз, қамырыңыз сонша әдемі болады. Сосын ауа тимейтіндей орап, демалдырып қойып қойсаңыз, осындай әдемі қамыр шығады. Арасында ешқандай іріткісі жоқ. Бұндай лагман созуға да оңай. Формаға келдіріп аласыз да, қамырға май жағып, өзіңізге ыңғайлы жуандықта бөліп алыңыз. Сосын оны домалақ жасауға осылай дөңгелетесіз. Бұны қатты күшпен істемеңіз, қамыр жайған сияқты жай ғана дөңгелете берсеңіз, өзі жіңішкеленеді. Жыртылып бара жатыр ау деген кезде қойып қойыңыз да, екіншісін бастап, осылай бірнеше рет жасап шығуыңыз керек. Құрғап кетпеу үшін май жағып қойыңыз. Сосын есік-терезеңіздің бәрі жабық тұру керек, әйтпесе жарылып кетеді. Бірнеше рет істегеннен кейін осындай жіңішке форма шығады. Оны қазір созуға ыңғайлы етіп домалақтап қоясыз. Сіз жабысып қалмау үшін майды көбірек өлтіріп жағыңыз. Сосын подливті дайындағанша бұл қамырыңызда өз-өзін жіберіп тұрады. Жай тартсаңыз осылай созыла беру керек. Бұл жерде де қатты созбаңыз, үзіліп кетеді. Егер жуан сияқты көрінсе, тура жаңағы шакты бірнеше рет қайталасаңыз болады. Өзіңізге ұнайтын жіңішкелік шыққан кезде бәрін қолыңызға орап аласыз да, ұрсаңыз тағы да жіңішкереді. Басында бір-бірден ораңыз. Мен ұзақ уақыт бойы істей бергенге 2-3-ден бірге орап кете берем. Қайнап тұрған суға салыңыз, жабысып қалады әйтпесе. Сосын суыңыз 2-3 рет бұрқылдап қайнаған кезде қамырыңыз піскеннен кейін суық суға бір рет салып алу керек. Тестаңыз бір-біріне жабыспай, былжырамай, тірі болып шығады. Лагманымыз дайын. Ас болсын сізге. Люблю!